2025 жылы ырыс микроқаржы ұйымы Түркістан облысында 20 миллиард теңге қаржыны игерді. Аталған қаржы аясында өңірдегі көптеген кәсіпкерлер 6 бағыт бойынша жеңілдетілген несие алып, өз кәсібін дамытуға мүмкіндік алды. Нәтижесінде жүздеген азаматтың әлеуметтік жағдайы жақсарып, жаңа жұмыс орындары ашылды. 2009 жылы құрылған ырыс микроқаржы ұйымы бүгінгі таңда облыс экономикасын көтеруге елеулі үлес қосып отырған мекеме. Ұйым кәсіпкерлерге жылдық 5%-дан 15%-ға дейінгі төмен мөлшерлемемен несие ұсынып келеді. Ал 2026 жылға 30 миллиард теңге қаржы игеру жоспарланып отыр. Бұл туралы Түркістан облыстық ырыс микроқаржы ұйымының директоры Мұхит Мыңбаев мәлімдеді. Қазіргі кезде біз республикалық бюджеттен жалпы 23-25 жылдары 32 миллиард қаражат келіп түсті. Соңғы қаражат осы қараша айында келіп, 25 жылдың қараша айында 4,4 миллиард түсті. Сол қаражатты игеруге бағытталған жұмыстар жасап жатырмыз. Қазіргі кезде бұл ауыл аманаты бағдарламасы өздеріңіз білетіндей біздің барлық аудандарымызда жұмыс жасап жатыр. Біздің негізгі аудандарымыздың бағыттарына сәйкес жұмыс жүреді. Әр ауыл бір өнім бір шығару мақсатында жұмыс жүргізеді. Бұл өз ауыл әкімдері өздерінің аудандарына бекітілген округтарын скриншот жасап ұсыныс жасайды, басқарма бекітіп береді. Бұл бағыттарды, сол бағыттардың аясында жұмыс жасаймыз. Өздеріңіз білетіндей бізде 6 бағыт бойынша жұмыс жасап жатыр. Бұл бағыттар бірінші кезекте бұл өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы, құс шаруашылығы, одан бөлек балық шаруашылығы, ауыл шаруашылығы кооперативтерді жабдықтау және өз кәсібін ашу бағыттарында осы 6 бағытта 2,5% жұмыс жасап жатыр. Ауыл шаруашылығы немесе өзге де кәсіпкерлік бағытта несие алған азаматтар қаржы рәсімделгеннен кейін 60 күн ішінде қажетті құжаттарын тапсыруы тиіс. Ауыл шаруашылығы несиесі бойынша аудандар арасында Қазығұрт пен Сарыағаш аудандары кәсіпкерлікті дамытуда көш бастап келеді. Бұл аудандарда мемлекеттік бағдарламалар жүйелі түрде жүзеге асырылуда. Қосымша бізде ауыл аманаты бағдарламасы бар. Біз жаңағы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен бірлескен келісімшарт негізінде ауыл аманаты бағдарламасын 2,5%-бен тарату бағыттарында жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі ауыл аманаты бағдарламасы жұмыс жүріп жатыр. Иә, ауыл аманаты бағдарламасы қазіргі кезде. Ауыл аманаты бағдарламасы өздеріңіз білетін, бұл 23 жылы президентіміздің бастауымен жолға қойылған программа. 23 жылы өздеріңіз білетіндей барлық Қазақстан бойынша бұл қаражат бөлінді. Біздің Түркістан облысына сол жылы 19,8 миллиард қаражат бөлініп, ол қаражат сол жылы толықтай игерілді. Біздің аудандарымызда қазіргі кезге дейін жалпы 24 жылы 2 миллиард, 25 жылы 6 миллиард, жалпы қосымша 3 миллиард қаражат келіп түсті. Әрбір кәсіпкер жеңілдетілген несие алғаннан кейін қаражатты мақсатсыз пайдалануға жол бермеуі қажет. Бастапқыда ұсынылған бизнес жобаны толық жүзеге асырып, белгіленген талапты орындауы міндетті. Несие алған кәсіпкерлердің қызметі тиісті мамандар тарапынан тексеруден өтетіндігі ескертіледі. Бұл қаражат толықтай берілгеннен кейін бізде арнайы мониторинг бөлімі бар. Несиенің мақсатты жұмсалуы бойынша әр берілген ауыл округтеріне выезд жасалып, әр кәсіпті барып мақсатты жұмсалуын анықтау барысында мониторинг бөлімі жұмыс жасап, несиенің мақсатты жұмсалуын анықтайды. Ол жерге жаңағы әр бекітілген өзіміздің мамандарымыз бар. Одан бөлек ауыл әкімдерінен бір маман қосылады. Осылай комиссия құрылып, әр несиенің мақсатты жұмсалуын тексереді. Жалпы алғанда ырыс микроқаржы ұйымы Түркістан облысында кәсіпкерлікті дамытуға, ауыл шаруашылығын қолдауға және халықты жұмыспен қамтуға нақты үлес қосып отыр. Төмен пайызды қолжетімді несиелер арқылы өңірдің экономикасының жандануына жол ашып отырған ұйымның алдағы жоспарлары да ауқымды. Бұл халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған тиімді әрі нәтижелі жұмыстың айқын көрінісі. Ұлдархан Олиханқызы, Асыл Мағжан, Сақ ақпараты.